есебіміз мынандай. Яғни бізде кальций карбонатының 0,5 молі берілген, яғни осындай зат мөлшері берілген. Осы формуланың құрамындағы оттектің массасын анықтау керек. Бұл жерде өте қарапайым, яғни мына берілген зат мөлшері осы формуланың барлық элементтеріне, жалпы формуланың өзіне де тиісті және әр элементке тиісті болып табылады. Сондықтан да массасын табу өте оңай болады. Яғни массасын табу үшін масса оттекті табу үшін біз осы 0,5 мольді, яғни зат мөлшерін, оның салыстырмалы атомдық массасына көбейтеміз. Яғни мына жерде оттек 16 болса, 16-ны 3-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 48 болады. Көбейтілген 48 грамм бөлінген моль тең. Сол кезде 24 грамм. Яғни сонда формуланың құрамындағы оттектің массасы 24 грамм екен. Келесі есебіміз осындай. Яғни бізде осындай формула берілген. Элемент 2O3 деген және оның құрамындағы оттектің массалық үлесі мынанша пайызы көрсетеді. Яғни бұл жердегі белгісіз элементті анықтау керек. Яғни бұны шешу үшін ең алдымен біз бұл белгісіз элементтің пайыздық мөлшерін анықтап аламыз. Яғни бізде ол өте оңай, қарапайым әдіс. Яғни элементті табу үшін осыны, яғни 100%-дан азайтамыз. Сол кезде бізде 83,562 пайыз болады екен. Яғни осынша пайыз бізде элементтің массалық үлесі. Енді белгісіз элементті табу үшін олардың осы пайыздарын әрқайсысы өзінің айырлеріне, яғни атомдық салыстырмалы массаларына бөліп шығатын боламыз. Яғни ең бірінші мынау 83-ті шыққан санымызды жазып аламыз. Сол кезде бізде бөлеміз 2 көбейтілген x. Неліктен? Өйткені мына формулада көрген болсаңыздар, бізде 2 дегеніміз индексі, 2 көбейтілген x дегеніміз, белгісіз сан, қандай элемент екені белгісіз. Сондықтан да x дедім. Яғни бізде бөлшектердің қатынасы ретінде жазамыз. 16,438 бөлінген оттектікі 48 болады бұл жерде. Өйткені 3 көбейтілген 16-ға. Сол кезде жүйені әрғарай шешетін болсақ, яғни бұл жерде 3-ті 562-ні 2-ге, 16-да 438-ді 48-ге бөліп жіберсеңіз, сол кезде бізде 41-де 781 бөлінген x және де 0,342 осындай болып қалады. Яғни біздің қатынас. Осы жерде біз x-ті тауып алатын боламыз. Яғни сандарды бір жаққа, x-ті бір жаққа өткізген кезде бізде x-тің мәні 122,17. Яғни бұл деп отырғанымыз бізде Менделеевтің периодтық кестесін қарайтын болсаңыз, бұл бізде бұлай жазылған элемент, яғни бұл сүрма деп айтылады. Сүрма деп жазылған орысша атауы. Яғни біз сүрма деген элементті анықтадық. Сонда бұл жердегі элемент сүрма.